Қалай Жапон инженері $1 триллион идеяны тегін берді? 1992 жыл. Жапония зауыттарында жұмысшылар бір бөлшекті бақылау үшін 10 түрлі штрих кодты сканерлейтін жүйе тиімсіз еді. 35 жастағы инженер Масафиро Хара түскі үзілісте бұл ойнағанды ұнататын. Басқалар шағымданып жатқанда, ол қара мен ақ тастарға қарап ойға шомды. Кенет ой келді. Егер код тек солдан оңға емес, жоғарыдан төменде оқылса ше. Сол сәттен бәрі басталды. Хара жарты жыл бойы журналдар мен газеттерді зерттеді. Ол мәтінмен шатастырылмайтындай ерекше үлгі іздеді. Ақыры тапты. 3 шаршы. Кез келген бұрыштан оқылатын сиқырлы үйлесім. 1994 жылы дүниеге келді. Код. Компания патент пен роялти алмақ болды. Бірақ Хара бәрін таң қалдырды. Ол өз өнер табысын тегін берді. Ешқандай лицензия, ешқандай төлем. Әріптестері оны есінен адасты деді. Бірақ ол сенді. Егер әлемді өзгерткің келсе бөліс. Бүгінде тек Қытайдың өзінде күніне 2 миллиардтан астам төлем код арқылы өтеді. Код арқылы төлем нарығы $35 миллиард. Сол кезде қабылданған шешім біздің цифрлық әлеміміздің іргетасына айналды. Кейде ең үлкен жеңіс бәрін берген сәтте келеді.